Баршаңызға сәлем, сендермен бірге қазақша код. Бүгін біз форматтау тегтерін қарастырамыз. Алдыңғы сабақта біз тақырыптар, параграфтар және тізімдер тегтерімен таныстық. Форматтау негіздері. Мәтіннің сыртқы түрін өзгерту үшін форматтау тегтері қолданылады. Олардың әрқайсысы белгілі бір қызмет атқарады. Bir мәтінді жуандатады, екіншісі курсив жасайды, үшіншісі және тағы да басқалары. Бұл тегтердің барлығы жолдық элементтер болып келеді. Және олардың бір-бірімен араластырып қолдануға болады. Мысалы, мәтінді бір уақытта әрі жуан, әрі курсив жасауға болады. Жуан мәтіндер B және стронгтар. B тегі мен стронг тегі. Екеуі де мәтінді жуан етіп көрсетеді, бірақ стронг тегі ол бізде экран оқитын бағдарламаларда, скринридерлерде маңыздылық береді. Ерекше интонациямен оқиды оны. Ал B жай ғана визуалды ерекшелеу үшін қолданылады, міне. I және M тегтері екеуі де мәтінді қиғаш етеді, курсивный тегтер. Ал бұл да B және strong секілді, бірақ M тегі мәтінге мағыналық екпін береді, ал I жай ғана стильді өзгертеді. Мысалы, бөтен сөздер немесе терминдер үшін. S тегі өзектілік жоғалтатын мәтінді сызып тастау үшін қолданылады. Мысалы, тауардың ескі бағасы. Вот, өзектілік жоғалтатын мәтін. U тегі ол бізде стилистикалық тұрғыдан ерекшеленетін мәтінді астын сызу үшін қолданылады. Мысалы, қате жазуларды осылай белгілеп қоюға болады. Суб және саб тегтері. Төменгі және жоғарғы индекс жасау үшін химиялық формулалар немесе санның дәрежесі үшін қолданылады. Суб тегі ол бізде астыға түскен, ал саб тегі ол үстідегі. Жоғары индекс, төменгі индекс. Small және mark тегтері. Small тегі мәтінді айналасындағы мәтіннен 20%-ға кішірек етіп көрсетеді. Құбылтық ескертулер немесе түсініктемелер үшін. Міне. Ал mark тегі ол мәтінді сары түспен ерекшелейді, іздеу нәтижелеріндегі сөздер сияқты. BR мәтінді келесі жолға мәжбүрлі түрде көшіреді. Өлең жолдары немесе мекенжай үшін. BR тегтері бізде мәтінді келесі жолға міндетті қылып түсіреді. Ал HR ол тегтері бізде сызық жасайды. Мазмұнды логикалық топтарға бөлетін көлденең сызық сызады. Код тегі ол бізде код фрагменттерін көрсету үшін қолданылады және мәтінді моноширинді әр табанның ені бірдей етеді. Моноширинді shift қолданады бізде. Ал тіре тегі ол мәтіндегі барлық бос орында пробел мен жол ауысуларын сақтап қалады. Міне. Бүгін біз мәтінді форматтаудың негізгі тектерін үйрендік. Келесі видеода интерфейстің ең жиі кездесетін элементтеріне тоқталамыз. Жазылуды ұмытпаңыз, рахмет.